бүгін бірінші рет бәндім. A few moments later. Алды сәр, біз Астанаға жеттік. Салқын екен, бірден сезіледі Астананың суығы. Салай, қайырлы түн сіздерге. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Айжан, және де бұл жаңа влог. Иә, біз бүгін түнде Астана қаласына келген болатынбыз, және де қазір сағат қанша? 2-ден асты. Сағат 2-ден асты. Мен сабақтарымды бітірдім, тіпті алгебрадан бір жұмыс тапсырып та үлгердім. Енді бізде бүгін ең алғашқы күніміз Астанадағы шопингтан басталмақ. Бірінші қазір Селкойға барамыз ба? Бірінші Селкойға барамыз. Астана әдеттегідей салқын болғандықтан бүгін өте қап-қалың киініп алғам. Мом джинсінің астында қаншама киім бар екен білсеңіздер ғой. Вот, Аржан. Айтпақшы, біз Астанаға Аржан екеуміз бірге келген болатынбыз. Вот так. Мен тіпті тикток түсіріп та үлгердім. Аружан да өзіне жаңа бір тикток түсірді. Мен сіздерге қазір рюкзагын көрсетейін. Біз қазір осыны алайын деп жатырмыз. Просто шопинг жасау өзімен бірге. Осындай вот рюкзак. Ішінде неше түрлі заттар бар. Тарақ та бар, бальзам да бар, зарядка да бар. Наушник бәрі босып жатыр. Вот, осылай кеттік. Көптен бері влог түсірмегендіктен мен білмеймін. Қызық болып жатыр. Мен сіздерге не айтарым білмей жатырмын ғой. Осы влогта не көрсетерімді. Мен даусым шығып тұр деген ойдамын. Біз үйден шығып, қазір Селкойға барып жатырмыз автобустан. Айтпақшы, мен кірпіктерім су-су болып тұр, қара еріп, кірпігімдегі. Прикол. Сіздерге көбірек түсіруге тұрсам, просто мына маскамен еще далада салқын, сол жағы кедергі келтіретін болмаса, а так көбірек түсіруге, көбірек осы сәттерді камераға жазып қалуға тырысатын болам. Біз қазір Мега Селкойға келе жатырмыз. Бүгін бізде шопинг дэй болады Аржанмен бірге. Және де шопингіміз сәтті өтеді деген ойдамын. Біз Бершка, Pull&Bear соларда қарап шықтық. Енді қазір H&M'де жүрік. Аржан өзіне бірнеше толстовкалар қарап қойды. Сатып алатын шығар. Ал мен өзіме ерекше вау деп айтатындай киім ұнаған жоқ, бір ерекше ұнаған. Сондықтан енді қазір Зараға баратын болам. Біз, короче, Зарада жүрміз. Аржан өзіне бірнеше киімдер алып алды уже. Және де мен өзіме осындай джинсы қарап жатырмын. Маған ұнап тұр. Бірақ білмеймін что-то. Жақсы секілді. Аржан двойканы өлшейтін деп жатыр. Двойка. Қайсы? Мындай көк түсті двойка, сосын... Матасы прям күшті сияқты. И мынандай жасыл түсті двойка тоже. Ішінде на флисе утепленный. Сол енді көрейін деп жатырмыз. Маған мына цвет ұнап тұрған жоқ. Біз қазір Абу Даби плазасына барып жатырмыз. Сол жақта бірнеше магазиндар бар дейді, соған соғып кетеміз. Осы Абу Даби плаза жалпы Астанадағы ең биік ғимарат дейді, 75 этажды. Ішінде жалпы біз просто бір бутик үшін келе жатырмыз сол жаққа. Сол бір куртканы таба алмай жүрміз әлі күнге дейін. Енді осы жақтан тауып сатып аламыз деген ойдам Аржанға. Аржан өзіне осындай куртка арап жатыр. Куртка таба алмай жүргеніміздің бір үлкен себебі бар. Ол барлық курткалар өте жұқа. Ақтөбенің қысына жұқа курткалармен жүре алмайсың. Сондықтан ғой, мен де ол да қаншама күн болып іздеп жүргенімізге әлі таппай жатырмыз. Бағасы жағынан да, түрі жағынан да әдемі курткалар кездестірдік, бірақ олар жұқа барлығы. Қай жерде болсын. Мен вешалка болып тұрмын. Аржанның ассистент қысы қасында жүретін. Аржан осы куртканы таңдады, енді басқаларын киіп көріп жатыр. Вот, біз резервтің ішінде жүрміз. Ұнамай қалды ма? Вообще. Міне осы немесе түрі жаман-ақ, бірақ көпшілік уақытта оның барлығы жұқа, сондықтан алмай кетеміз. Айттым ғой, мен вешалка болып жүрмін деп. Ойна. Мына жақтан ештеңе таппадық. Енді келесінен барамыз. Классный, да? Обычный сияқты ғой. Очень күшті, такие. Қанша тұрады? 10 мың по-моему. Мынаны қараңыздар, мына маған ұнап тұр, күшті. Всего лишь 8 мың теңге. Алайын ба? Күшті, я, необычный. Мына жақта ұстамайды, мүлдем ұстамайды ғой. Сторис салайын дедім инстаграмға. Классно, круто. Айтпақшы, бізге қазір осы жақта бір видео түсіргіміз келіп тұр менің инстаграмыма. Сонда түсіріп тап үлгеру керек.
Сосын рамен алайық үйге. Иә, аламыз. Рамен жегенге жүр. Маған еще үйге келгеннен кейін үй жұмысын жасау керек. Географиядан, сосын информатикадан, физикадан. Нет, география мен информатикадан біреуін, физикадан бір iTest деген сайттан үй жұмысын берген. Сол тесттарды үйде жасап тастауым керек. Сосын видео салу керекпін. Сол әйтпесе көптен бері белсенділік танытпадым Инстаграмда, посттарда, тек стористар болмаса. Соның өзінде де стористарда да аз шығып жүрмін. Ренжімеңіздер. Айтпақшы, сіздерге қызықты бірдеңе айтайын. Мына куртканы біз турецкий магазиннан қарап жүрген кезде Ақтөбеде дәл осы куртканы қара түсін, резервтікі 45 мыңға сатып тұрған. Осы резервтің қара курткасы. Мына жақта ол 25 мың ба сондай тұрады. Осылай, сондықтан мұқият болып қарап жүріңіздер. Потому что маған ол кезде ұнап қалған, ол қара куртка. Алмағаным жақсы болды. Жұқа болды да былай. Сосын алған жоқпын. Қараңыздар достар, мен өзіме осылай мам джинсы алып жатырмын. Қарайын деп жатырмын, айтпақшы, алайын деп. Не деп кеттім. 10 мың теңге тұрады екен. Мына алғашқы джинсы шығар, белі дұрыс маған. Барлық джинсылардың белдері үлкен маған. Кішкене шаршап кеттім. Ауырып тұрған тұсың ба? Білмеймін өзімді. Әлсіздеу сезініп тұрмын. Деймін. Короче, влогымның жалғасы, біз резервтан джинсы мен куртканы алдық әсене. Енді қазір бір кроп деген магазинде отырмыз. Ажан өзіне куртка қарап жатыр. Вроде бы норм. Жақсы секілді. Алатын сияқтымыз. Аламыз деген ойдамын. Себебі мен шаршап кеттім. Қарны ашып тұрады десекте. Супермаркеттен жүрміз. Қарнымыз жаман ашып қалды. Үйге бірдеңе алып кетейін деп шештік. Біз қазір рамен алып бір видеолар, кино ма бірден көріп жатқымыз келіп тұр. Просто мен бүгін әлсіреп тұрғандықтан солай болып тұр. Атақ негізі қыдыратын едік. Келдік. Біз Doritos алдық, мясной пирог, қандай-мындай круассан алдық. Енді кезек раменға келді. Сондай түрін аламыз деп шештік. Все, кеттік. Мына Абу-Даби плазаның ішінде сет ұстамайды, дұрыс ұстамайды. Сондықтан да мен стористарым кеш салынып жатыр өкінішке орай. Мен қазір раменді жасаймын. Круассан, кола. Еще кофе алып жүрдік өзімізге. Енді қазір жасау керек. Мен телефонымда 1% қана қалды, сол себептен сәлден соң кездесерміз. Барлықтарыңызға қайырлыдан. Бүгінгі менің влогымның 3-ші күні, егер де қателеспесем. Бүгін біз сағат 10-да негізі стоматологияға бару керек болатын. Біз бір шаруаларымызбен күтіп отырмыз, енді қашан алып кететін. Мен уже киініп алдым, стористар түсірдім, тиктокта түсірдім. Бүкіл нәрсені үлгереміз, сондай түсіріп. Енді бүгінгі күніміз сондай қызықты болып өтеді деген ойдамыз. Бірақ бүгін жексенбі күні көп жерлер жабық болады дейді. Жоспарымыздағы алғашқы пунктті орындадық. Ол стоматологияға барып бір видео түсіру керек болды. Рекламный видео соны түсірдік. Енді қазір тамақтануға келген болатын. Қазір заказға беретін боламыз. Вот келдік, қазір менюдан қарап жатырмыз. Үшім жерде карандаштар бар, мынаны бояуға. Прикольно, да? Не заказға береміз, Аржан? Сытный 2 креп береміз, одан кейін сладкий 1 креп береміз. Креп деген ол? Креп деген ол сыртында блиныймен оралған тамақ. Он 2 түрі, сытный и него сладкий. Сладкий, не сладкий, короче. Вот, сондай. Көреміз енді қазір дәмін алғаш рет. Шай аламыз. Қараңыздар, мұн жерге өзіңіздің таныстарыңыз біреуін суретін салыңыздар дейді. Біз енді қазір Аружан екеуміз осыған бір сурет салғымыз келіп отыр. Біздің заказдарымыз келді. Аружан уже тамақтанып жатыр, ас болсын. Аружанда тауық етімен, ал менде саңырауқұлақпен креппі, атын айта алмаймын. Сол, ас болсын, қазір дәмін көреміз. Міне осы десертта келді. Сладкий, креп. Қазір дәмін көреміз.
тамақтанып алып шықтық. Енді дәл қазір үйдегілерге сыйлық алуға бара жатырмыз. Жалпы бүгін барлық торговый центрлер жабық, сондықтан бір магазинчиктер ашық болса, солардан қарап шығайын деп шештік. Және көрсет, вид ана жақта. осындай әдемі вид болып тұр. Ауа райы тұманды болып тұр ма, или смог па, бір нәрсе болып тұр бүгін. Мен айтамын да, Астананың блогерларынан бір минусы бар. Ол даладан нормально сторис видео түсіре алмайсың. Себебі далада түсірген кезде қолың сынып қалады. 5 минут болды, одан көп түсіре алмайсың. Сондықтан ғой маған кішкене далада түсірген ыңғайсыз. Кім келатыр? Блогерлар встретились деген осы барлығы камерамен дейсің. Сәлеметсіз. Вот, осылай. Таптыңыздар ма, кіммен бүгін кездесетінді? Осы Емлікпен, Гүлназбен бүгін видео түсіретін боламыз. Міне біз кездесіп қыздармен, ол Емлік, және Гүлназ бар. Осылай блогерлер кездесіп бір-бірлерін түсіреді дегендей. Енді қазір сіздерге күшті контент жасайтын боламыз. Ол видеоларды менің TikTok аккаунтынан және біздердің Instagram аккаунттарымыздан көре аласыздар. Сіздерге описанияға қалдырып кетемін. Сол себептен кіріп көріп кетіңіздер болады. Короче, біз видеолар түсіріп жатырмыз. Ішінде TikTok та бар, билейтін де бар. Терлік кеттік біраз. Сторис түсіріп отыргендік. Сәлем жолда жіберейіндер. Сәлем. Скоро айжандай Инстаграмға шат, берші солысы. Видеолар қыздардың да инстаграмдардан шат айтқанымдай. Аптекадан дәрі алмалып, енді қазір үйге бара жатырмыз. Аружан мен дәріма витамин, короче, бірден ішіп отырмыз. Дәмі бар ғой, ыстық лимонад сияқты. Мындай бір қышқыл, күшті бірақ. Так, біз қазір мегада видео түсіреміз, сосын үйдегілерге сыйлық алу керек. Кеше біз алып үлгермей қалдық. 452 емес пе? 452 болды да. Таксисті іздеп жатырмыз. Такс. Және де видео түсіру керекпіз. Давай маған обещание бер. Надеюсь. Давай. Қойсе. Әке сасан. Телефон тұр. Все. Уәде берді, енді видео түсіреміз бүгін. Саламатсыз ба? Силкойға келдік, және ең бірінші біз Леонардоға барамыз. Ол жақта скетчбук па, сондай сурет салуға қатысты бірдеңе іздейміз сыйлық ретінде. Аружан сторис түсіріп жатыр. Меломаннан шықтық, 2 кітап алдық, сосын бір наклейка алдым мен. Енді қазір Леонардоға кіреміз, Леонардоға барамыз. Сосын маған видео түсіру керек инстаграмыма. Бірақ бір кісі шаршап отыр уже. Үйдегілерге сыйлықтарды сатып алдық. Уже неше сағат жүргенімізді білмеймін. H&M'ді аралап, қаншама сағат бойы алдық. Қазір сіздерге кішкене деген бар көрсете салам. Просто шөлдеп жатырмын, қарным ашып. Мына жақта чизкейк келген болатын, Аружан алып келді. Сосын мынандай дән пакеттің ішінде қырғын зат. Вот, сіздерге енді көрсете алмаймын. Мен қалай жатқанымды да мен видео монтировать жатырмын. И біз такси күтіп отырмыз. Ал достар, біз Магнумға келдік, супермаркетке келіп, тамақтарды алып жатырмыз. Өзімізге жолға бұйырса, ертең Ақтөбеге. Сол продукт алып жатырмыз енді жолға. Қайсысын таңдайық? Анау жақсы қызылы. Иә. Ой, достар, қараңыздар, Kinder Maxi біреулер маған сыйлаңдаршы. Kinder. Ертең бұйырса Ақтөбеге жолға шығатын боламыз үйге. Және де осымен менің блогым аяқталады. Астанадан сіздерге қызықты влог болды деген ойдамын. Барынша түсіріп жүруге тырыстым. Және де сіздерден қолдау ретінде лайк пен подписканы күтемін. Барлықтарыңызға қарағандарына көп рахмет. Келесі кездескенше.